Армысыздар менің қолдаушыларым. Менің арнама хош келдіңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, онда міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Көп рахмет. Алланың нұры жаусын. Тап осы жағдайдың бірнеше себептері бар еді. Біріншіден, мәйітті тапса, жаңа басшының абыройы артпақ. Екіншіден, мына ауылда Көкенай ақсақалдай анау тоғайды жақсы білетін адам жоқ. Бұл кісі із кесіп, белгі қоюдан алдына жан салмайтын бұрынғы аңшы. Сондай-ақ, мұның жасындағы басқа қарттар мәйіт іздеуге өлсе де бармайды. Өйткені көзі тірісінде балалары сол бұзықтан жәбір көріп мезі болғандар, және де осы жүгермекті Құдай алса екен деп тілегендер. Әнипаның жалғыз баласы деген сондай еді. Ол ешқашан алғыс алған емес, жақсы сөз естіген емес, қаныпезер біреу еді. Сонда Көкенай ақсақалдан басқа қарттар директор айтпақ түгілі әкім айтса да, ерте көктемде су кешіп, тоғай араламайды. Ал сағадағы ауылдар егін салмай тұрып, мәйітті іздеу керек. Әйтпесе, су қайтып кетеді. Су кетсе, балшыққа батқан мәйітті ешкім таппайды. Мұның ең тиімдісі, Камторгтың бұрынғы басшысы ажарды алған баласын ауылға мент қоймақшы. Інісі директор, баласы милиция болса, Томаш шалдың мұртын балта шаба ма? Жоспар бойынша мәйіт табылса, оны сол бала тапты деп жазбақшы. Сөйтіп, аудан асырып, наградаға ұсынбақшы. Әрі қарай осы ауылдың мент милициясы қылмақшы. Бұлайша айтқанда, жаңа басшы бір оқпен екі қоянды атып салмақшы. Міне, бұлардың көздегендері осы. Екі ескі дұшпан Әнипа кемпір мен Көкенай қарттың ауыздарын осылай ұрмақшы. Алайда Алла деген бар. Адам айтады, сол бәрін жасайды. Алланың бұйрығы қандай, оны ешкім білмейді. Көкенай аға, алдағы 10 шақты күнде жылы жел соғады, дайын болыңыз, деп шығарып салып, директор қала берді. Жарайды інім, Құдай кешіргенде мен кіммін, қолымнан келгенше көмегімді берейін, деген қарт көзін сығымдап бара жатты. Қайтсын, жалғызын өлтірген жауызды іздеуге көмектесуі керек. Өйткені мына директордан жамандық көрмеді. Кемпірінің мәйітін алдырып бергенде жаны жай тапты. Оған ана отырған ағасы жол көрсетіп мұрындық болды. Сонда оларға қалай жоқ десін. Алайда Көкенай ақсақал өзі білмеген халде бұрынғы басшы Маханды құртып, орнына мынаны келді. Негізі оны осы сорлының қолымен Томаштар істеді. Біреудің көсеуі мен от көсеу бұл қазақтың ежелден әдеті. Араздасқан екі бейбақты солай пайдаланды. Аға, салқын жел басылды, ертең аттанамыз деп жатыр. Дайын болыңыз деп есіктен кірген жігіт бұйрық ала келді. Жарайды, сіздер дайын болсаңыздар, мен дайын деген ақсақал дорбасын қамдады. Осылайша шілдеде жоғалған баланың мәйітін іздеу басталды. Оған Көкенай ақсақал бастаған біраз еріктілер қатысты. Негізі сол баланың қай кезде жоғалғанын ешкімде дөп басып айта алмайды. Оны мына жұрт түгілі шешесі де білмейді. Ауданға кеттім деп шығып кеткен сонан бері жоқ. Бұл шілденің аяғы еді. Қыркүйектің соңына іздеу салды. Тіпті сол бала жоғалды ма, жоқ па, оны да ешкім білмейді. Тек әр жерден іздеп, із-түзсіз кетті деп жүр. Жел басылып, мұз еріпті, сондай-ақ су тұныпты. Осы бір айда тапсақ тапқанымыз, таппасақ жоқ деп жорамал айтты Көкенай ақсақал. Бұл кісінің сөзі дұрыс. Өзен осы жерден 30 шақырымдай барғанда суы таяздап дізеден келеді. Ол жақтан ештеңе шықпады. Демек,
6000 гектар мына орманды тінтіп шығу керек. Және оған 1 айдан аса уақыт бар. Әрі қарай егіншілік басталса, су кетіп батпаққа айналады. Осыны білетін ақсақал әскерін төгіп лап қойды. Бәрін қосқанда 30 шақты адам, басшысы Көкенай қарт таңертеңнен кешке дейін шарлап шығып, ештеңе таппады. Онан ертесіне барды, оның ертесіне тағы барды. Сөйтіп жүргенде 1 апта өте шықты. Орманның 3/1 тіміскіледі. Алайда Әнипа кемпірдің баласынан хабар болмады. Бұл кезде ауыл басшысы қой сойдырып, қажетті азық-түлікті мойнына алып беріп отырды. Ал іздеушілер таңертең кетеді, кешке бастары салбырап орманнан шығады. Қатарласып жүріп, тізеден келетін суды қарайды. Бірақ ештеңе таппайды. Осы көріп кел деген барау аға, сондайға жүгінсек қалай болар екен, деп ақыл сұрады директор інісі. Әй, сол құмалақшы көріп кел дегендер айта береді. Олар немене? Құдайым екен сонша деген ағасы қарсылық танытты. Жоқ аға, көрші ауылдағы шалға барып көрсем деймін, деп қипақтады інісі. Негізі сол кісіге барған. Мына бұлықтың бәрі соның ісі. Бірақ әу баста баласы жоғалғанда Әнипаның өзі барған. Тап қазір табасың деп айта алмаймын, бірақ табасың деп айтты деген. Сонан соң кемпірді апарған жігіттен, сен кім боласың, деп сыбырлап сұраған. Мен ешкім емеспін, мен мына әженің көршісімін. Апарып кел деді, келдім депті бала. Сонда құмалақ қараған шал, ол баланы іздеп керек емес. Оның мәйіті қозғалса, ауылың қозғалады депті. Мотоцикл айдап жүрген жас бала ғой. Осы сөзге аса бір мән бермесе керек. Алайда әлде біреуге солай айтты деп жеткізген. Ол бір, қайбір оңған адам. Шалың боқ жеген шал, деп күлкі қылған. Сөзі үшін мазақ боп, күлкіге қалған бала сонан соң ешкімге айтпаған дейді. Әрине, көріп кел дегенге біреу сенсе, біреу сенбейді. Оны қойшы, Аллаға сенбейтін де қазақтар бар ғой. Сонымен бұл сөз жабулы қалған арадан 20 күндей өтті. Сонда Көкенайдың үйіне арнайы келген директор ақпарат сұрады. Тең жартысын аудық, үлгереміз, деді қария. Иә аға, егістік басталғанша тінтіп шықсақ, әрі қарай Әнипа апаның өкпесі болмас, деген директор нан ауыз тиіп кете барды. Бұл өзі жайдан жай келген жоқ. Іздестіру жайлы ақпарат сұрап келді. Сөйтсе орманның тең жартысын біттік дейді. Тағы бір 15 күнде толық бітеді. Сонан соң табылса табылғаны, табылмаса Әнипа апайдың алдында ақтала алады. Осылайша іздестіру басталғанына 1 айдай болған кез. Ғимаратта отырып, іші пысқан директор өзен жағасына барды. Сондағысы мән жайды көзімен көрмекші. Сөйтіп отырғанда облысқа кеткен қайнысы су жаңа көлік әкелді. Ондағылар директордың астына қара түсті жаңа Волга берді. Бұл деген барлық басшыға арман. Мұндай көлікті 20 жыл отырып, махан мінген емес. 1 айда жаңа басшы, жаңа көлік алса, абыройының тасқаны емей немене. Айда бала, кеттік. Мына жануардың аяқ алысын көрейік, деп қарғып мінді. Қайда барамыз, деп сұраған қайнысы бұйрық күтті. Тегіс жол қайда бар, сондайда, деп бұйырды жаңа басшы. Құп жездеке, деген бала ауыл сыртындағы жолға түсіп жүйткіп берді. Арадан көп өтпей, жүйткіген көлік көрші ауылдағы көріпкел шалдың ауласына тоқтады. Сонда төмен қарап біраз отырған шал, сол мәйітті қозғап керегі жоқ, деп қайталады. Ойланайыншы қане, мен осы сөзді бір жерде естіген сияқтымын. Сен естіп пе едің? Жоқ жездеке, мен ондай сөзді естігенім жоқ, деп
Иығын қаққан рөлдегі бала ауылға кірді. Бұл күн кешкіріп қалған кез еді. Анадайда белгісіз мәйітті қапқа салып, атқа өңгерген Көкенай ақсақалдар келе жатты. Орманнан шығып, ауылға кіріп келе жатқан бір топ адамды көрген басшы: «Қане бала, тұлпардың басын мыналарға бұршы, барып қал сұрайық», деп терезеден үңілді. Бастығының айтқаны бұйрық. Бала сонда бұрылды. Сонда директор біріншіден жөн сұрағысы келген болса, екіншіден жаңа көлігі мен мақтанғысы да келген болар. Әйтеуір Құдай айдап, Көкенай ақсақалдың алдына тоқтады. Ал ат жетектеген біраз адам бейтаныс жаңа көлікті көргенде тұра қалысты. Осы кезде әлденеден үріккен ат айдалаға қаша жөнелді. Әне, шылбырына жармасқан нүркен бала қосақтасып кетіп барады. Әншенде чу дегенде жүрмейтін жылқының мұнысы несі? 4 тұяғымен жер тепкілеп, шаң көтеріп біраз жерге барды. Сонан соң үстіндегі қапты аударып тастап, қос құлағын тіктеп тұра қалды. Әбүйір болғанда шылбыр мен үзгенге тас кенеде жабысқан бала жібермеді. «Бұл деген жақсы емес», деді басын шайқап көбірлеген Көкенай ақсақал. Өйткені жұп-жуас қолда жүрген жылқы мәйітті тиегенде де біраз жұлқынған болатын. Онысын бәлкім күңгірт шыққан иістен болар деп ойлаған. Негізі жылқы тектес деп бекерге айтпайды. Жылқы лай судан ішпейтін таза жануар, тіпті өз тұқымына шаппайтын қасиетті жануар. Қазақтың қаны таза десе, жылқының да қаны таза. Қазақ 7 атаға дейін қыз алыспаса, жылқыңыз да сондай. Өз қанына биесі жоламайды, айғыры шаппайды. Бұл деген тектілік емес пе? Сонан соң жапа тармағай жылқы үріксе жақсы емес. Мына мәйітті тиегенде тепсініп бір құтырып алған. Директордың көлігін көргенде тағы бір тепсініп сес көрсетті. Демек, бұл жануар көлік көрмей жүрген жоқ. Бұл жерде басқа бір кәкір барын Көкенай ақсақал білген еді. «Иә, ақсақал, амансыздар ма? Білесіз бе? Аға, мен сізге сеніп, осы жұмысты тапсырып едім. Бүкіл ауылдың үмітін ақтадыңыз. Сіздің арқаңызда, Алланың да, Әнипа апайдың да алдында біздің басымыз биік болады. Бірақ ақсақал, мына аттың мұншама құтырғаны несі?» деп таң қалған директор Көкенай ақсақалға қолын созған болды. Алайда көңілсіз қарт көрмегендей болып, асау атқа қарап өте берді. Мұнысына таң қалған директор аңырайып тұрып қалды. «Мына кісі алжен деген бе? Бастықтың қолын алмайтындай кім өзі? Мен бұл шалға алғысымды айтып жатсам, дым болмағандай өте шыққаны несі?» Сонда үймелескен адамдар арасынан шығып, жылқыға жеткен қария жалынынан сипап тұрды да артына қарап: «Болды, бұл жануардың осы жерге дейін әкелгеніне шүкір дейік. Енді мүрдені көлікпен жеткіземіз», деп дауыстады. Алайда жаңа басшының жоспары бөлек болатын. Мәйітті анау ажар келіннің күйеуіне қосып, облысқа сараптамаға жіберу керек. Онан нәтижесі шыққанша Томаш ақсақал барып, баласына жұмыс сұрамақ. Бұл ағалы інілінің келіскен құпия жоспары. Сөйтіп, зейнет жасына келген Тәттімбетті демалысқа жіберіп, орнына өз інісін милиция етіп қоймақ. Онысы дұрыс, мынандай үлкен ауылға бір милиция керек-ақ. Бірақ қалаға кетіп, арнайы оқып жатқан жастарда баршылық еді. Қоямын десе, солардың бірін қоймай ма? Қысқасы, мұның ойлағаны мына ауылды тасқып шырмап алу. Өзі директор болса, немере інісі милиция болса, сосын анау дәрігердің орнына қатыны жағынан кәмшатты қойса болды. Мына ауыл ашса алақанында, жұмса жұдырығында болады. Қазір
мен деп көмілжіді жаңа басшы. Қазір болғанда үй дайын ба? Құранды кім оқиды? Баланы көп ұстауға болмайды. Минут сайын естеніп ағып барады, деген ақсақал анадайда жатқан қапқа қарады. Бұл директор үшін өте ыңғайсыз жағдай. Есі дұрыс адам су жаңа көлігіне өлік сала ма? Алайда көлік керек деген Көкенай қарт басшыға қарап тұра берді. Сонда жан-жағына алақ-жұлақ қараған басшы: мен ғимаратқа барып көлік жіберейін. Осы маңда жүрген балада жоқ па деп әлдекімді іздегендей болды. Бала десе ол да дұрыс. Мына ауылда мотоцикл тізгіндеген жас бала көп. Урал деген коляскасы бар мотоцикл екінің бірінде бар. Өйткені бұл ауылда екінің бірі малшы болса, екіншісі аңшы. Сондай-ақ ол заманда қазіргідей бас-басында көлік жоқ еді. Өркенің өссін, балам. Құлагеріңді алып, үйіңе қайта қой. Жанекеш жануар да қарсылық жасап жатқанын байқатты, деген Көкенай қарт аттың жалын сипап тұрып, Нүркенге сыбырлады. Осыдан кейін атын жетектеген бала алға қарай жүре берді. Жаяу кеткені бұл баланың ақылды болғаны, деп сүйсінді Көкенай ақсақал. Әрине, естеніп кеткен мүрде тиген ерге есі бар бала отырмайды. Мініп, шаба жөнелетін Нүркен ақмақ емес. Жылқысын жетегіне алды. Ал не болып жатқанын түсінбеген жаңа басшы көлігіне отырып ғимаратқа тартты. Сонан соң телефонға жармасып облысқа хабар берді. Мұнысы дұрыс болды. Өйткені өзінен бұрынғы Махан басшы басы дауға қалғаннан кеткен жоқ па? Махан кетпес еді. Ол сорлының артын қазбалап, осы құртты. Қазақта қарттық деген бар. Бірақ қартайған ағасы билік құмар бірдеңе сөзге тартып, Әнипаны үгіттеді. Онан анау тұрған Көкенай шалды түрткіледі. Сөйтіп жүріп, Маханыңды тақтан аударып, орнына інісін отырғызды. Енді міне, інісін шақырып, мүрдеге қосып, облысқа жібермекші. Бұл очко жинамақ болған түрі. Сіздер мақұл десеңіздер, мен өзім көлік тауып, адам қосып жіберейін, деп жалбақтады тұтқаның арғы жағындағы милиция майорына. Олай болса құба-құп болар. Бізден барып жүрмей әкеле салса, деді анау адам. Болды бәсеке, болды. Сол мәйітті іздеуге ат салысқан ініміз бар. Жанына соны қосамын. Барғанда қалай тапты, қайдан тапты, сізге доложить етеді, деп емпілдеді жаңа басшы. Осылайша інісіне милиция бастығымен жеке сөйлесетін сылтау тауып бергендей болды. Сонан соң тамыр таныстарына қоңырау соғып, облысқа апаратын көлік іздеді. Директор деген аты бар. Бір жалбақай оп-оңай табыла кетті. Бұл өзінің қайнысы еді. Сонымен қатынының 30-ға келген туысқан інісін өз інісіне қосып, екеуін мәйітпен жіберетін болды. Негізі жаңа басшымен сөйлескен майор бастық емес, төменгі таптың өкілі. Облыста мұндай майордың мыңы жүр. Бұл кісі кезінде мәйітті іздестіру жұмыстарын ұйымдастырған адам. Сол үшін жаңа басшыны қолпаштай жөнеліп алғыс айтты. Әйтпесе, сол баланың жоғалғаны ауада қалқып тұрған. Оларға мүрде табылса өлді деп ашық жатқан істі жапса болды. Әрі қарай баяқша бола береді. Құдай-ау, мына елде кім жоғалмай жатыр деңіз. Олардың табылғаны табылады, табылмағаны 7 жылға дейін ауада қалқып қағазда тұрады. Құдайдың құдіреті дерсің. Мәйітті апаратын екі жігіттің екеуі де директорға бөтендер емес, өз айналасынан шықты. Бұл деген кездейсоқтық па, әлде Алланың қалауы ма, оны уақыт көрсетер. Ал енді ғимаратта отырған жаңа басшы облыспен сөйлесіп жатқанда мәйіт жанында бірнеше жігіт қалды. Олар директор көлік жібереді деп
күтіп тұрғанда күн еңкейіп қараңғы түсті. Қайтсын, сонша күн іздеп тапқан мәйітті көшеде қалдырсын ба? Кенеттен күн күркіреп, көктен найзағай соқты. Дауыл көтеріліп, бұлқан-талқан, Тәңірі жерге шүйлігіп, қаһарын төкті. Қалалардағы алып от шашудай жарқылдап, аласапыран басталды. Мәйіт маңында тұрғандар жауыннан қашып, сол жердегі үйлердің бұрышын паналады. Сондағы ұйтқыған жел мен нөсер жауын сұмдық болды. Анда-санда гүлдірлеп келіп, жарқ еткенде анадайда суға малынған мәйіт қана көрінді. Бір кезде үрлеп соққан ызғырық жел сол мәйіттің кебінін көтере бастады. Мұндайда қарап қалатын кәпір болсын ба? Көкенай қарт: балаларым, сендер осында тұра тұрыңдар, мен барып кебінін жабайын, деп мәйітке қарай аяңдай берді. Әне, тағы да 5 қадам аттаса болды. Кебіні желмен жалбырап тұрған тырдай жалаңаш мәйіттің үстін жабады. Алайда оған жетпеді. Қараңғы қуыс көшеден айқайды салып, Әнипа апай атып шықты. Сонан соң ай құлынымдап, боздап барып, мәйітті құшақтап жата кетті. Әй Әнипа, кебінсіз мәйітті құшақтауға болмайды. Сабыр сақта, деген қарттың даусы қаттырақ шықты. Сол кезде шашы жалбыраған ана тұра ұмтылып зарлап берді. Менің баламды сен қақпас өлтірдің. Сенен басқа ешкім емес. Ал сенің қыршын балаңды менің балам өлтірген жоқ, деп Көкенай қарттың жағасына жармасты. Тәйтәрі, сандырақтамай, жап аузыңды, деген қарт итеріп тастаған. Оған қарайтын кемпір жоқ. Сен өлтірдің. Сен қақпас өлтірдің. Оған менің күмәнім жоқ. Осы сөзді Құдайға күпір болсам да айтайын, деген кемпір одан сайын айқайға басты. Тіпті өзің өлтіріп, жасырған жеріңнен өзің тауып келдің. Құдай бар болса, сендей қанішердің жазасын берсін, деп айтып салды. Мұндайға шыдайтын Көкенай ма? Бұл сорлының да іші толған күйік еді. Қолындағы тал шыбықпен Әнипа кемпірді тартып жіберді. Осы кезде жан жағынан жеткен жас жігіттер ата қойыңыз деп байғұс кемпірге араша түсті. Ал арадан көп өтпей мәйіт басына 2 көлік қатар келіп тоқтады. Оның бірінен жаңа басшы түссе, екіншісінен 30 жастардағы жас бала мен немере інісі Камторгтың баласы түсті. Сөйтіп, сабан төселген көлік еденіне мүрдені салып кетуге асықты. Алайда шляпасын басып ұстаған директор келіп терезеден сығалап: мына күн қатты бұзылды, мүмкін жауын басылғанша ауыл сыртында күте тұрарсыңдар, деп ақыл айтты. Оған астындағы көлікке сенген екеу: аға, біз жолымыздан қалмай жүре берейік. Кезектесіп айдап отырсақ, таң сәріде қалада боламыз, деген екеуі күткілері келмеді. Ендеше жолдарың болсын, мұндай іс сауап болады. Аман есен барып келіңдер, деген директор қала берді. Ыңырсыған көлік орта көшеге түсіп, ауыл ішімен үлкен жолға беттеді. Осыдан кейін Көкенай бастаған топ үйлеріне тарасты. Ал 2 баланың соңынан еріп біраз жерге барған жаңа басшы ағасының үйіне тартты. Өйткені бүгінгі болған мән жайды баяндауы керек. Сонан соң Камторгты басқарған ағасы таңмен облысқа баруы керек. Иә інім, бұл деген өте жақсы жаңалық екен. Бірақ менің бір сұрағым бар. Анау Көкенайды айтамын, ол неғып барды екен? Баласын өлтірген баланың мүрдесін өзі іздеп тауып берген болса, ол сорлы нағыз ақымақ екен, деп мырс етті ағасы. Аға, ол шал басында бармаймын деп біраз қипақтап еді. Мен жеке шақырып сөйлесіп көндірдім. Менен асып кете алмады. Сол үшін барды.
Сіз негізі дұрыс айтасыз. Милициялар таппаған мүрдені біз таптық. Бұл бізге үлкен абырой болмақ. Міне, мына қағазды алыңыз. Бұл 2 адам қол қойған қағаз. Мүрдені біздің бала тапты дегізіп. Куәгер тауып қойғанмын. Олардың бірі менің құрдасым Түймебай, екіншісі Шаңырақ құда. Бұл қағазбен Абасжанды жұмысқа алмай көрсін деп көкіді директор інісі. Осылайша билік қуған аға мен іні кеуде түйістірді. Куәгер қағазын қалтасына салған қарт ағасы жолға дайындалды. Қайнатаның жолына ажар келін ет қуырып, термосқа шай құйды. Міне, бұл сорлылар осының бәрін өздерінің жеңістеріне балады. Тіпті Көкенай қартты залым баланы іздеуге көндірді. Алайда бұл деген әлде бір сұмдықтың басы ғана еді. Сол сұмдықтың жолын көктегі Құдай көрсетті. Жұмысын жердегі пенде жасады. Менің қолдаушыларым, жалғасын келесі бөлімнен тыңдай аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.